Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жайлы бірер ақпарат айтатын боламын. Нұрсұлтан Назарбаев жастайынан 12 атасына дейінгі шежірені жатқа білетін. Әбіш, Назарбай, Еділ, Кембаба, Мырзатай, Айдар, Көшек, Қарасай, Алтынай, Есқожа, Малды Ыстық, Шапырашты, Жалманбет, Бәйдібек. Нұрсұлтанның 8-ші атасы Қарасай батыр болған. 1640-1680 жылдары жоңғарлармен шайқаста көптеген ерлік көрсеткен. Нұрсұлтанның атасы Назарбай би болған. Қазақстанның орталық мұрағатындағы құжат бойынша 1880 жылдары дәулетті адам. Сонымен қатар Назарбаев бала күнінен анасының да 7 атасын жақсы білген. Әлжан, Бұхарбай, Жатқанбай, Кенебай, Олжабай, Ізбасар, Жолай, Тығыр, Жалманбет, Жаныс, Дулат. Анасының да 7 атасын жатқа білген болатын. 1991 жылы жарық көрген 5 правых и левых еңбегінде Нұрсұлтан Назарбаев былай деп жазады. Кейінгі кезде өзінің пролетарлық тегімен көкірек қағу басқа бір нәрсенің салғынымен алмасты. Қайткенде де өз тегінен ақсүйектік қасиет іздеп табу етек алды. Ондай біздің тұқымда болған емес. Мен қойшылардың ұлымын, немересімін және шөбересімін. Демек, ешқандай ақсүйектер әулетінен емеспін. Ауыл шаруашылығымен айналысатын Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келді. Ұлы жүздің Шапырашты руынан шыққан. Нұрсұлтан Назарбаевтың әкесі Әбіш 1903 жылы Алатау баурайында Назарбайдың отбасында туылған. Әбіш Назарбаев 1971 жылы көз жұмды. Назарбаевтың анасы Әлжан 1910 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылында молданың отбасында дүниеге келген. Ол да 1977 жылы дүниеден озды. Анасы Дулат руының ішінде Жаныс елінен, одан 5 қалмақтан тарайды. Бауыры Сатыбалды Назарбаев, тағы бауыры Болат Назарбаев, әйелі Сара Назарбаева, инженер-экономист, халықаралық бөбек балалар қайырымдылық қорын басқарады. 3 қызы: Дариға 1965 жылдар. 2021 жылдың қаңтарынан бастап Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы, Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қорының директоры, Асар республикалық партиясының көшбасшысы, Қазақстан Жастар Конгресі, СТВ және Астана опера кеңесінің төрайымы. Ажырасқан: бұрынғы күйеуі Әлиев, үлкен ұлы Нұрәли Әлиев. Нұрбанк ақ директорлар кеңесінің төрағасы қызметін атқарған. Даму банкі ақ вице-президенті, Астана қаласының әкімінің орынбасарының қызметін атқарған. Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясы төрағасы Берік Имашевтің қызы Аида Имашеваға үйленген. Екінші ұлы Айсұлтан Назарбаев, футболист. Қазақстан футбол федерациясы басшысының қызметіне үміткер. Бизнесмен Қайрат Боранбаевтың қызы Алима Боранбаеваға үйленген. Екінші қызы Динара Назарбаев атындағы білім беру қорын басқарады. Қазақстан Халық банкінің ірі акционері Тимур Құлыбаевтың жары. Үшінші қызы Әлия 1980 жылы. Қоғам қайраткері, Қазақстан экологиялық ұйымдары ассоциациясы президиумының төрағасы, халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар кеңесінің басшысы, Жасыл ел жастар еңбек отряды кеңесінің төрағасы. Күйеуі Димаш Досанов, Қазтрансойл президенті. 1990 жылдары президент Қазақстанның сыртқы саясатының көп векторлы қырын жариялады. Яғни халықаралық істерде маңызды рөл атқаратын кез келген мемлекетпен достық қарым-қатынасты дамыту. Президенттік жылдарында Қазақстан 130 елмен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Аймақтық интеграция аясында Назарбаев бұрынғы КСР мемлекеттерінің экономикалық
сауда қарым-қатынасын жандандыруға күш салды. Еуразия экономикалық одағының экономикалық маңызын алға тартты. Қазақстан халықаралық ұйымдардың қызметіне белсене араласты. 2010 жылы Қазақстан EKO-ға, 2011 жылы Ислам ынтымақтастығы ұйымына төрағалық етті. Шанхай ынтымақтастық ұйымының жұмысына бірінші күннен-ақ белсене кірісті. Ал 2010-2011 жылдары оған төрағалық етті. 2016 жылы БОО Қауіпсіздік кеңесінің 2017-18 жылдарға тұрақты емес мүшесі болып тағайындалды. 2015 жылы Нұрсұлтан Назарбаев қоры Астана клуб халықаралық пікірталас алаңын ұйымдастырды. Мұнда жыл сайын әлемдік және еуразиялық аймаққа ықпал ететін жаһандық тенденциялар мен түйткілдердің шешімін талдау мақсатында саяси қайраткерлер, дипломаттар және ақш, Ресей, Қытай, Еуропа, Таяу Шығыс және Азия елдерінің аналитикалық орталықтарының сарапшылары жиналады. 1987 жылы Назарбаев Қарабақ қақтығысы, 2014 жылы Украина дағдарысы, Сирия бойынша Астана процесі және басқа да халықаралық қақтығыстар тұсында бейбіт бітімші ретінде әрекет етті. 2011 жылы Назарбаев жаңа глобал коммуникациялық алаңын құруды ұсынды. Себебі оның ойынша G20 және G8 форматы әлемдік антикризистік жоспарды шешпеді. G-Global идеясы мынада: әлемдік мәселелердің тағдырын мейлінше көп ел мен планета азаматтарының қатысуымен демократиялық принциптер негізінде өткізген абзал. Осы мақсатта мемлекет көшбасшылары мен сарапшылар және олардың жауаптарын қамтитын мәселелерді талқылау үшін интернетте халықаралық ақпараттық коммуникациялық платформа құрылды. 2017 жылы Астанада 112 мемлекеттің қатысуымен баламалы энергетика тақырыбына арналған бүкіл әлемдік Экспо 2017 көрмесі өтті. Көрме аяқталған соң орнына Астана халықаралық қаржы орталығы ашылды. Әлеуметтік экономикалық даму ксро құлаған соң 4 жылдың ішінде Қазақстанның өнеркәсіптік өндірісі 2 есе қысқарды. Ауыл шаруашылығы 30%-ға қысқарды. Көптеген ірі кәсіпорындар жабылды. Қазақстанды басқарған жылдары ел экономикасының көлемі 15 есе өсті. Халықтың табысы доллармен есептегенде 9 есеге артты. Кедейлік 10 есеге, яғни 90%-ға азайды. 2018 жылы жалпы өнеркәсіптік көлемде өңдеу секторы 40%-дан асты. Қазақстанда баспанамен қамту көлемі Өңдеу секторы 40%-дан асты. Қазақстанда баспанамен қамту көлемі жылына 10 миллион квадрат метрден асып түсті. Бір адамды баспанамен қамту 21,8 метр квадратқа өсті. 1997 жылы президент Қазақстан 2030 даму стратегиясын жасақтады. Оның басты мақсаттарының бірі шетелдік инвестиция мен ішкі қордың үлесі жоғары болатын ашық нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсім. Президенттің басшылығымен шетелдік инвесторлар кеңесі құрылды. 1993-2006 жылдары Қазақстан 51,2 миллиард доллар тікелей шетелдік инвестиция тартты. Орталық Азия инвестициясының 80%-дан астамы. Макроэкономикалық тұрақтылықты қамту мақсатында елдің мұнайдан түскен табысының жартысын жинау есебінен Қазақстан Республикасының ұлттық қоры құрылды. Назарбаев Астананы Алматы қаласынан Астанаға көшіруді қолдады. 1995 жылдың 15 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының Астанасы туралы қаулы қабылдады. Оған сәйкес жоғарғы және орталық билік органдарын Ақмола қаласына көшіру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша мемлекеттік комиссия құруды тапсырды. 1997 жылы 10 желтоқсанда Ақмола Қазақстан астанасы болып бекітілді. Ал 1998 жылдың 6 мамырында қаланың атауы Астана деп өзгертілді. 2019 жылы Нұр-Сұлтан деп аталды. Түлектер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде таза сөйлеуі үшін білім саласында 3 тұғырлы тіл қағидасы жарияланды. 1993 жылы президент болашақ білім беру бағдарламасын ашты.
Оның аясында мектеп түлектері конкурс бойынша мемлекеттік стипендиямен шетелге оқуға жіберілді. Бағдарлама бойынша 15 мың маман дайындалды. 2010 жылы президенттің бастамасымен Назарбаев университеті және Назарбаев зияткерлік мектебі ашылды. Денсаулық сақтау саласында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне біртіндеп өту жүзеге асырылды. Бұл халықтың, мемлекеттің және жұмыс берушінің ынтымақтас жауапкершілігіне негізделді. 2010 жылы президенттің қаулысымен Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Экономиканың шикізат секторын дамыту арқылы экономиканың бәсекеге қабілеттілігін әртараптандыру және арттыру, табысты арттыру арқылы халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында құрылды. 2012 жылдың желтоқсанында дамыған 30 елдің қатарына кіру мақсатында Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму бағдарламасы жасақталды. Сыни пікірлер. Нұрсұлтан Назарбаевқа бірнеше құқық қорғаушы ұйымдар адам құқығының бұзылуы бойынша айып таққан. The Guardian'ның пікірінше басқаша ойлайтындарды тұншықтырды және авториалды режимді басқарды. Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан кейін өткізілген Назарбаев кезіндегі сайлауларды батыс, еркін және әділетті сайлау деп есептемеді. Бұрынғы Кеңес одағы елдері арасында биліктегі мерзімі бойынша ұзақ отырудан рекорд орнатты. 1989 жылдан 2019 жылға дейін республиканың бірінші тұлғасы ретінде болды. Өз мемлекетінде шексіз билігі бар 1,5 миллиард доллар байлығымен планетаның ең бақуатты және шексіз билік рейтингінде 10-шы орын алды. Бұл тізімді Handelsblatt басылымы құрастырған болатын. Президенттің отбасында 2 миллиардер бар. Екінші қызы Кулибаева Динараның байлығы 3,1 миллиард доллар және екінші күйеу баласы Кулибаев Тимур 3,1 миллиард доллар. 2017 жылғы қарашадағы жағдай бойынша және бірнеше миллионерлер бірінші қызы Дариға Назарбаева 593 миллион доллар, немересі Нұрәли Алиевта 200 миллион доллар, бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев, інісі Болат Назарбаев. Назарбаевтар кланының жағдайы 7 миллиард долларға бағаланады. Каналға тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет.